Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін қазанда пісірілетін самсаның рецептісімен және пісіру жолдарын көрсететін боламын. Видеоны қарап шығыңыздар, дәл осы рецептпенен қазанға самса пісіріп көріңіздер. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа ұнымызды салып, қамыр илейміз. Иленген қамырымыз жұмсақтау болуы керек. Оны 4 бөлікке бөліп демалдырып қоямыз. Салмасын мен алдын ала дайындап қойдым. Ет, пияз, құйрық май және картоп. Тұз бенен бұрышты өз қалауыңыз бойынша салсаңыздар болады. Бөлінген қамырларды жұқа етіп жайып аламыз да, әр бөлігіне май жағып, оның бетіне ұн себелеп, төртеуін де дәл осындай қылып, бір-бірінің үстіне жинаймыз. Енді май жағылып жиналған қамырды бір шеттен рулет сияқты ораймыз. Дайын болған қамырды кішкентай бөлшектерге тепе-теңдей қылып бөлеміз. Осы бөлшектенген қамырымызды жайып аламыз да, ішіне салмасын салып, дәл осы видеодағыдай дөңгелек етіп түйеміз. Самсаның барлығын түйіп болғаннан кейін қазанды 15-20 минут отқа қойып қыздырып аламыз. Жұмыртқаның ақ уызына кішкене тұз себелеп, самсаның түйілген жағына жағамыз да қазанға жабыстырып, қолымызбен кішкене ұстап тұрамыз. Қазанға самсаның барлығын тізіп болғаннан кейін жұмыртқаның сары уызын жағып, қазанның қақпағын жауып қоямыз. Қазан 15-20 минут отта тұрады. Қақпағын тез-тез алып, ішіндегі буын шығарып тұруымыз керек. Енді қазанды газге төңкеріп қойып, самсаның бетін пісіріп аламыз. Қазан самса осылай піседі, сіздер де пісіріп көріңіздер.